Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылығы арнасының көрермендері. Сіздермен ауыл шаруашылығы арнасының және ауыл шаруашылығы компаниясының өзінің алушы мен сіздерге Маратбекұлы. Құрметті достар, құрметті ауылдастар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі видеода біздің жалпы өзіміздің аудандағы жәрмеңкені сіздерге шолу жасайтын боламыз. Асыл тұқымды қойлар, асыл тұқымды ірі қара, асыл тұқымды жылқылар, сонымен қатар әртүрлі егін шаруашылығының өнімдері жалпы осы жәрмеңкеге көрмеге қойылып отыр. Сондықтан осы жерде қазір шолу жасап көрсететін боламыз. Сонымен қатар ауыл шаруашылық техникалары бар, олардың бәрін өздеріңізге көрсетеміз. Мына жақтан бастайық қазір. Серәлі шаруа қожалығы, асыл тұқымды ордабасы қойлары. Міне қарап тұрсаңыздар, осындай қойлар шығарылып жатыр. Және Бөржар ауыл округінен Сабыр шаруа қожалығы, асыл тұқымды қазақтың құйрықты қылшық жүнді қойлары. Міне бағасын бере жатасыздар. Мына жерде меринос қойлар, юг меринос жауапкершілігі серіктестігі, асыл тұқымды оңтүстік қазақ меринос қойлары. Осы меринос қойлардың жүндерін Австралияда негізінен өте керемет, жалпы киім тігуде, тоқыма саласында пайдаланады. Иншалла біздің мемлекетте де солай пайдаланатын күнге жете берейік. Жүнді теріні бәрін өңдеп. Мына жерде асыл тұқымды Иссар қошқарлары, Қараспан ауыл округі. Мына жақта Жан 2004 өндірістік кооперативі шығарған асыл тұқымды қазақы жабу жылқысы. Мына жақта Қосмұрабол шаруа шаруашылығы, асыл тұқымды мүйізді ірі қара малдың Абердин Ангус деген бұқа. Міне дәл осындай бұқалар әрбір қазақтың шаруашылығында болсын, иншалла. Ар жағында бұзаулар тұр. Жалпы мал шаруашылығы бойынша шығарылған өнімдер. Енді ары қарай агротехникаларға көшейік. Мына жақта жоңышқалар тұр. Асқабақтар, барлық осы ауданның өнімдері. Бұл жалпы алтын күз іс-шарасы. Міне мына жақта техникалар тұр. New Holland деген американдық техника бұл. Ордабасы Агро деген компанияның тауарлары жалпы. Компанияның толық құжатымен таныстырайық. Міне Ордабасы Агро өндірістік кооперативі. Міне мәліметтер жалпы осылар. Мына жақта тракторлар тұр. Өте керемет. Міне дәл осындай заманауи агротехникалармен иншалла ауыл шаруашылығын дамыту керек. Міне мына жерде жерді жыртатын құрылғылар, сонымен қатар жоңышқаны престейтін агротехникалар тұр. Міне су жаңа. Осындай техникалармен ауыл шаруашылығын жалпы жасайтын болсақ, ол кезде Қазақстан өте жылдам арада агродержаваға айналады. Осындай техникалар алу үшін инвестиция тарту керек. Міне біздің ауыл шаруашылығына инвестиция тарту өте маңызды. Мәселен, Канаданың ауыл шаруашылығын зерттеп қараған кезімде мен, олар әсіресе Америкадан көп инвестиция тартқан. Сол сияқты бізде өзіміздің елдің инвесторларынан және мүмкіндік болса Қытай секілді дамып келе жатқан мемлекеттерге инвестиция тарту керек. Міне барабан типті жаңбырлатып суғару машиналары дейді. Міне жалпы технопарк міне осылай.
Мына жақта енді ветеринариялық Президенттіктерге қошемет аямайды. Бұлардың ішінде алтын күз Өңір Сотары жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Гүлмира Арыстанбекқызы егін марапатталды. шаруашылық өнімдерін көрейік. Өте әдемі жасап қойған екен. Және статистика басқармасының басшысы Шамшидинова Мансура Жаңбырлатып суғару технологиялары өндірілуі дейді. Әбубәкір Бейбет Нұрланұлы марапатталады. Павлония ағашын көріп тұрсыздар. Міне, Павлония жеңіл ағаштарын өсіру, Бал Каусар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сіздерге біздің арнада алғаш рет осыны түсіріп көрсеткен болатынбыз. Қазір міне Аллаға шүкір дамып жатыр. Мына жерде Шұбар ет ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі. Бұл жерде 40 мың бастық мал бордақылау кешені 400 гектар жерге жоспарланып жатыр. Міне, өткізу нарығы ішкі нарық Өзбекстан Республикасы. Өзіміздің ішкі нарықта және Өзбекстан Республикасына шығарылайын деп жатыр. Мемлекеттік қолдау, инфрақұрылым жүйелерімен қамтамасыз ету. Салық түсімі 400 миллион теңге. Міне, бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезең барлығы жоспармен салынды. Егістік жерді тиімді пайдалану мақсатында бір алқаптан 2-3 реттен өнім алу жобасының жүзеге асуы дейді. Ордабасы ауданы бойынша 2021 жылы ауыл шаруашылық дақылдарынан алынған өнім көлемі салыстырмалы түрде. Міне, қай дақылдан қандай өнім алынған барлығы осы жерде. Ордабасы ауданының ауыл шаруашылық көрсеткіштері: мал мен құс саны, ірі қара қой, ешкі, жылқы, түйе. Жалпы бізде ірі қараның саны 81.731 екен, қой 442 мың, ешкі 18 мың 430, жылқы 31.579, түйе 981. Ауыл шаруашылық техникалары: трактор 1422 трактор бар екен, комбайн 170. Алғыс білдіреміз. Барша марапат иелерінің құрметіне әдемі ән жолдаймыз. Қарсы алыңыздар. Ауыл шаруашылық көрсеткіштері. Айгүл дуэті. Мереке құтты болса. Менің даусым жақсы естілмей жатса, айып етпеңіздер. Мына жақта қанша деген іс-шара болып жатыр. Жалпы мәліметтер осылай міне. Мына жобаны ерекше көрсеткім келеді. Өйткені бұл бұрын соңды болмаған жоба. 400 гектар аумақта жалпы 50 мың бас бордақы жасайын деп жатыр. Осы жердің жанынан біз Алла бұйыртса биогумус органикалық тыңайтқышын өндіретін вермиферманың жобасын ұсынып жатырмыз қазір әкімдікке. Соған Алла бұйыртса жер алатын болсақ, бізде органикалық тыңайтқыштарды дамытуды жүзеге асырамыз. Мына жақта енді әртүрлі дәрілер, химиялық, оларға қатты тоқталып керек жоқ. Бір шолып көрсетейін. Мына жерде міне біздің органикалық тыңайтқыштар. Ал мына жерде мақтаны өңдегендегісін көрсеткен. Мақта бірінші мынадай болып тұрады, одан кейін бұлай өңделеді, одан кейін бұлай мақта талшығын айналады. Біздің серіктесіміз Қанат ағамыз міне мына жақта өнімдерді көрсетіп жатырмыз. Мақтаның иесі келмеді ма қанеке? Келмеді мақтаның иесі? Соны түсіру керек еді. Мына жақта
әртүрлі бал. Алма. Жалпы осылай. Мына жерде Ордабасы құс компаниясының өнімдері. Кәсіпорын атауы Ордабасы құс жауапкершілігі серіктестігі Терещенко Сергей Александрович. Жобаның құны 5-7 миллиард теңге. Мынау құстың өнімдері. Мына жерде әр ауылдық округтердің киіз үйлері тігілген. Сол жерлерде жалпы алтын күздің өнімдерімен таныстырылып жатыр. Жалпы осылай, Алла бұйыртса, бізде ауданымызда және жалпы Қазақстанда органикалық тыңайтқыштардың өндірісін арттырамыз. Иншалла жоспарлар құрылып жатыр. Қазір сол жөнінде біз өзіміздің серіктесімізден кішкене сұрап өтсек. Өзімсің мәңгі бақытым барам, аяулы отан ардақты елім. Міне таныстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр мына жерде. Біздің серіктесіміз болашақ Ордабасы ауданында кооперативтің төрағасы Паттеев Қанат. Жол салсын деп тілейміз. Сахнаға мерекелік құттықтау. Түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егіншілікке қалай қолданатын жөнінде. Табиғи өнімге деген қызығушылық өте жоғары. Халыққа қазір түсіндіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Яғни химиялық тыңайтқыштармен өскен өнімге қарағанда органикалық тыңайтқышпен өскен өнімнің табиғи екендігінің, оның пайдасы барлығы түсіндіріліп жатыр жалпы. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Келесі жылы Алла бұйыртса, осы алтын күзге эко өнімдер шығарсақ деген ниет болып жатыр Алла бұйыртса. Міне жалпы осылай. Құрметті қандастар, құрметті ауылдастар, видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, астына пікір қалдырыңыздар. Және ең басты видеоны достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Иншалла әрбір қазақ көріп, ауыл шаруашылығын бірге дамытайық, Қазақстанды бірге агродержаваға айналдырайық. Техникалар мен аяқтағым кеп тұр. Енді шынын айтқанда, ақиқатын айтқанда бұл техникалардың барлығы шаруашылықтарда бар қолданылып жатыр деп айтамаймыз. Бұл қазір көрмеде тұр. Дегенмен осындай американдық мықты агротехникаларды қолдану керек жалпы. Иншалла сол күнге жете берейік. Ол үшін кәсіпті дамыту керек, инвестиция тарту керек. Осылай иншалла ауыл шаруашылық державасына айнала аламыз. Сонымен келесі видеода кездескенше достар, сау саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.